Так, Google Chrome'да ашамыз, оптимизация жасаймыз. Мысалы, слабый компьютерге арналған. Ол үшін Chrome'да ашамыз. Осыны тереміз адресный строкаға. Так, осыны тереміз Chrome'ға. Сосын осы екеуін өшіреміз. Мынау и мынау. Осы екеуін. Мына жерде оқысаңыз болады орысша. Сосын міне мына жерде жазып қойын, қайсысын өшіру керек екен. Содан кейін мынаған кіреміз. Chrome'ға. Осы жерде эконом памятті қосып жібереміз. Сосын мына скорость перезагрузки страниц деген соны өшірем. Мына эконом память, сосын предзагрузканы өшірем, мынаны қосам, наоборот. Так, содан кейін Chrome Flux дегенге кірем. Адресный строкаға. Осы жерге Gemini деп жазам. Gemini. Осыны өшірем, мысалы, мынаны так, disable дегенге қоям, сосын мынаны тоже disableге қоям. Мынаны да өшірсеңіз болады, бірақ тұра берсе де болады, мыналар қалған. Тоже өшіріп тастасаңыз да болады. Так, келесі кеш тазалап жүреміз. Так, кеш. Мына жерде все время дегенді басам, сосын мына жерде осыны таңдап шығам. И удалить данные деймін. Сосын үш нүктені басам да расширение дегенді басам. Расширение. Сосын управление расширениями дегенді басам. Осы жерде лишнилерді алып тастау керек. Керектерін алып қалып, қолданбайтындарын удалить етіп тастау керек. Сосын келесі. Міне мынау. Сосын келесі не қазір көрсетем. Мынандай бір батч скрипт создать етіп қойын. Соң исходный кодын көрсетіп жіберейін. Ол Chrome'ды ашады, бірақ параметрлармен ашады. Мыналар бәрі неде бар? Описаниясында. Бұл ускорить етеді. Chrome'ды кішкене памятті аз жейтін қылып істеп қояды. Оларды қаяқтан қарау болады. Так, мына жерде ссылка қойып қойдым, флаге деген. Соның ішіне кіресің да, и осы жерде оқисың. Мына оң жақ мышканы басып, мысалы мынаны Chrome'мен ашсаңыз болады. Перевод жасау үшін да, мысалы. И оң жақ мышканы басамыз да, перевести дейсіз. Сосын осы жерде описаниялар, мына параметрлар ғой, мысалы. Мынау қандай параметр, мысалы. Бар ма екен көрейік қазір. Міне бар екен. Міне мынау не істейді, мысалы. Оқисыз осыны. Өстіп запускать етсеңіз болады. Немесе оны сіз мына Chrome бар ғой, значок. Соған оң жақ мышканы басамыз да, свойства дейміз. Сосын осы жерге міне тұр ғой. Осы жерге флагтарды қоя берсеңіз болады, мысалы. Мына флагты қоямыз, мысалы да. Осы жерге вставить етеміз, міне. Пробел қоямыз да, тағы да. И вставить ете береміз басқа флагтардың барлығын. Осы жерге барлығын сол жерге сыйғыздырсаңыз болады. Бір-бірден да, осылай. Солай істесеңіз болады, немесе осылай батч скрипт создать етесіз да. Мынаны ашып жібереді, бірақ параметрлармен ашып жібереді. Үстіне басқан кезде параметрлармен ашып жібереді. Бұл Chrome'ды искусственный интеллектті өшіріп тастайды, тағы басқа көп нәрсені өшіріп тастайды, чтоб Chrome тез жұмыс жасасын деп, и памятті аз жесін деп.